Арма алаш жұрты бүгін Дихи Арман лақап атымен танымал Арман Жұмагелдиевке қаңтар ісі бойынша сот үкімі шықты. Аталған азамат 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал Алматы қаласы мәслихатының бұрынғы депутаты 8 жылға, қалаулым бағдарламасы арқылы көпшілікке танылған Бердақ Бекетовке 7 жыл түрме жазасы кесілді. Сондай-ақ Дихи Арманның қамқоршысы болды делінген ұлттық қауіпсіздік комитетінің 5-ші департаментінің бұрынғы басшысы Руслан Ысқақов 15 жылға сотталды. Дәл осы Руслан Ысқақов қаңтар көтерілісі кезінде өзіне Самат Әбіштің бұйрық бергенін мәлімдеген болатын. Бір қызығы, сот экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісін 8 жылға шартты жазамен соттады. Дихи Арман мен Руслан Ысқақов қатаң жазаланып, Самат Әбіш пен Ерлан Тұрғынбаевтың шартты жаза алуы әділетті болды ма? Осы және өзге де сұрақтарды бір топ мәжіліс депутаттарына қойдық. Егер сіздерді мәжілісмендердің пікірі қызықтырса, видеоны толық көріп шығыңыз. Сондай-ақ каналға жазылып, қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыз. Дихи Арманға, Арман Жұмагелдиевке сот үкімі шықты 20 жыл. Жалпы бұл сот үкімімен байланысты не айтасыз? Енді біріншіден соттың жаңағы шешімі менің ішіндегі материалдармен былай қатты айналысқан жоқпын. Бірақ меніңше енді соттың шешімі заң түрде жасалған деп ойлаймын. Алматы қаласынан сайланған депутатсыз, қателеспесем. Жалпы Алматыда болған жағдайлар, жалпы Ысқақов деген азамат мысалы айтты, бізге Самат Әбіш бұйрық берген деп айтты. Самат Әбішті шартты 8 жылға соттады да, ал Дихи Арман 20 жылға соттады. Осы жердегі бір әділетсіздік жоқ па? Тағы да қайталап берейін сізге. Бұл бүткіл материалдармен мен оны қарағанда жоқпын, сондықтан мен оны сізге нақты айта алмаймын қазір. Қарауым керек. Жақсы. Бүгін Дихи Арманға, Арман Жұмагелдиевке сот үкімі шықты. Жалпы 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Жалпы осы үкімге байланысты не айтасыз? Бұл тиісті деңгейде осынша уақыт, ұзақ уақыт болды ғой енді. Тергеу жұмыстары ұзақ жүргізілді. Сондықтан мен тиісті құқықтық орында прокуратураның айыптауы орынды деп есептеймін. Өйткені себебі қаңтар оқиғасы кезінде осы жекелеген осы тұлғаға байланысты көптеген мәселелер айтылды. Сот жабық жағдайда жүріп жатты, кейбір ашық ақпараттар кетіп жатты. Сондықтан үкім дұрыс деп есептеймін. Самат Әбіш 8 жыл шартты жазамен кесілді ғой, шартты жаза. О кісіге шартты жаза беру әділетті болды ма? Жалпы қоғамда осы сұрақ болды деп есептеймін. Неге осы нақты жазасын ала алмады? Бұны тиісті құзырлы орындарға беріңіз, сұрақтау. Солар, прокуратура бар, ішкі істер министрлігі бар, тергеушілер бар, солар шығарды ғой үкімді. Мен мысалы соған қатысты үкімді құзырлы орындарын шығарған. Осы үкімнен кейін мына әділетті Қазақстан деген ұранға халық сене ме жалпы? Сенеге сенбейді енді. Әділетті Қазақстан концепциясы мүлде басқа ұғым. Бұл соттық прокурорлардың шешіп жатқан жеке бұл саяси бағдарламаға байланысты болды. Жақсы. Бүгін Арман Жұмагелдиевке 20 жылға үкім кесті. Жалпы осыған байланысты не айтасыз? Жалпы үкім әділетті ма? Мен бірінші соттың үкіміне баға беретін мен ондай құзыретімде жоқ. Сондықтан да сот егер солай шешсе солай болады да. Басқа ештеңе комментарий бере алмаймын. Мысалы, Самат Әбіш 8 жылға шартты жазамен бостандыққа жаза тартылды. Жалпы осы екеуін салыстырған кезде әділеттілік бар ма жалпы? Жоқ, өйтіп айтуға болмайтын шығар енді, соттың шешімі ғой. Тағы да айтамын, егер соттың шешімі әділсіз деп айтатын болсам, ол дұрыс емес. Сот өзінің шешіміне өзі жауап береді. Арман Жұмагелдиев 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Жалпы осы үкімге байланысты сіздің көзқарасыңыз қандай? Енді әрине бірінші кезекте мына соттың шешіміне, құзырлы қорғау органдарының шешіміне біз баға бере алмаймыз. Дей тұрғанменен енді Арман Жұмагелдиевті бір үлкен қателік жасаған ақиқат қой. Сондықтан да мен алдыңғы сөзімде де айтқам, Арманнан алпамыс жасаудың қажеті жоқ. Мемлекеттің алдында, халқының алдында қателік жасады ма, сол жасаған қателігін заңға сай соны мойнымен көтеру керек деп есептеймін.
Жақсы, біз арманды ақтап отқан жоқ. Біз тек екінші мәселе, Самат Әбіш 8 жылға шартты жазамен сотталды, яғни жазасын үйінде отырып өтеуі мүмкін, өтеп жатыр. Осыған, осы екеуін салыстырған кезде бір әділетсіздік байқалмай ма? Енді тағы да сізге айтам, жалпы мына сот жүйесіндегі құқық қорғау саласындағы әділеттілік болу керек екендігін айтып келе жатырмыз. Сондықтан да ол жаңағы қайсына қанша жаза тағайындады, бұл құқық қорғау органдарының, оның ішінде жаңа сот жүйесінің өзінің мойнындағы, оның жауапкершілігі солардың мойнында деп есептеймін. Иә, сіздерде жауапкершілік жоқ. Бізде жауапкершілік жоқ, өйткені біз оған сот процесіне араласпаймыз ғой. Араласпағаннан кейін оған былай істе, былай болсын демейміз. Сондықтан да ол біздің мемлекетімізде жаңағы сот жүйесі сот жазаны тағайындауға да және сол тағайындағаны үшін жауапкершілікті толық мойнына алу керек деп есептеймін. Бүгін Дихи Арманға, яғни Арман Жұмагелдиевке сот үкімі шықты. Жалпы 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Осы үкімге байланысты сіз не айтасыз, жалпы әділетті үкім болды ма? Енді ол әділетсіз екенін, қаншалықты оған қандай жаңағындай жаза тағайындалды, соған байланысты деп ойлаймын. Енді оны зерттеген жоқпын, ол туралы ақпаратым жоқ. Мысалы, Самат Әбіш былтыр қаншалықты әділет екенін айта алмаймын. Иә, Самат Әбіш былтыр мысалы 8 жылға шартты жазамен бас бостандығынан айырылған болатын, яғни жазасын үйінде отырып өтейді. Жалпы Самат Әбішке шыққан үкімменен осы Дихи Арманға шыққан үкімнің арасында бір әділетсіздік байқалмай ма? Енді айтып отырмын, ол туралы құзыретті органдар бар ғой, және сот бар. Олар шешімдерді өздері шығарады. Оған біздің ешқандай жаңағы пікір білдіргенімізден ол дұрыс немесе дұрыс емес болып шыға қалмайды ғой. Иә, бірақ депутат ретінде, мысалы азамат ретінде. Енді азамат ретінде айтып отырмын, мен олардың ешқайсының ісін былайынан зерделеп қараған жоқпын, сондықтан ол туралы ештеңе айта алмаймын сізге. Дихи Арманға 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Жалпы осы үкімге байланысты сіз не айтасыз? Осы үкім айта алмаймын, өйткені мен бұл істі, бұл кейсті ешқандай зерттеген жоқпын. Сот осындай шешім қабылдаса, дұрыс қабылдады деп ойлаймын. Иә, ал енді былтыр Самат Әбішке 8 жыл шартты жаза тағайындаған болатын. Осы екеуін салыстырған кезде бір әділеттілік бар ма? Мен салыстырмаймын, өйткені менде құжаттар жоқ салыстыратындай. Жақсы, рахмет. Дихи Арманға үкім шығарды, 20 жылға шарт бас бостандығынан айырды. Жалпы осыған байланысты не айтасыз? Самат Әбіш команда берген осы қаңтар оқиғасындағы, қаңтар қырғындағы. Сол Самат Әбіш жауапқа тартылмайынша ешқандай да қазіргі жазаның бәрі әділет деп айта алмаймын. Ал неге осындай оны жазаға тартылмай отырмыз? Белгілі ғой жаңа. Пікір алсақ бола ма? Дихи Арманға үкім шығарды, соған байланысты пікір білдіре аласыз ба?